былай қарап отырсаң сепарация деген өзінің өміріне деген жауапкершілікті алу ғой, жауапкершілік алу. Ал енді кіндігінен ажырамаған ер адамдарға келетін болсақ, сепарациядан өтпеген ер адамдар, ол енді анасының баласы, менің жан жағымдағы достарым бар, анасының кіндігінен айырылмаған кәдімгідей. Ол тек анасының көңіл күйімен жүреді. Былай қарап отырсаң 4-5 баланың әкесі, бірақ анасына қарап отырады. Мынау анама ұнай ма, мынау әйелімен айтады. Даже элементарно үйге тамақ алғанда да анадан сұрадым ба, мынаны мамадан сұрадым ба, мынау мамаға ұнай ма деп. Ол ер азамат емес па? Оның жауапкершілігі қайда? Ол уже үлкен, мысалға 4-5 баланың әкесі емес па? Если ондай әке болатын болса, даже оның балдары оны серьезно қабылдамайды әке ретінде. Әлі өспей қалған ол ағасы ретінде қабылдайды. Авторитет жоқ. Бір жаманы осы бірге тұратын семьяда кіндігінен ажыратылмаған әкесі, мысалы бала сияқты бала рөлде жүреді ғой, үйінде бала рөлде. Өзінің балдарына ешқашанда авторитет болмайды. Ол как ағасы ұқсап, ол жерде авторитет тек ата әжесі болады. Немесе әйелі болып кетуі мүмкін. Әйелі болып кетуі мүмкін, бірақ әйелі де енді ересек рөлге кірмеген ер адам, бала рөлінде жүрген адамның әйелі де бала рөлде жүреді. Екеуі бессознательно бір-біріне притягивать етеді. Иә, екеуі энергетически бір-бірін тартады ғой. Әлі олар деген мынандай үлкен неге өткен жоқ, ересек рөліне, позицияға өткен жоқ. Олар әлі бала позициясында жүрген, әлі қыз бен жігіт сияқты да, тек бала туып жүрген қыз бен кішкентай жігіт сияқты. Бірақ бұл жерде енді әке болғасын, семья қорғасын, ол кәдімгідей үлкен адамның позициясына өту керек. Ол өте зиян. Мамасының көзқарасына, мамасы уже ертең үлкейеді, келеді, қартаяды, өліп қалады. Енді ол табиғи жағдай ғой, бәріміз өлеміз ғой түбі. Содан кейін ол абдырап қалады да, не істеймін, мамам баяғы совет сұрайтын, мамам айтатын сөйтіп қалады ол деген. Сол үшін үлкен неге өмірге жіберу керек баланы деген, жіберу керек. Мен өзім 4 ер баланың анасымын, 2 қыз баланың анасымын да, мысалы. Балдарым бұрында менің бұрындағы мышлениеме айтатын болсам, бұрында былай айтады менің күйеуіме. Ертең бұйырса 4 баланы үйлендірсек, бәрін қасыма алып отырамын, келіндердің бәрін алып отырамын. Бұларға ертең үйді кең қылып салу керек, бөлмелерді көбейту керек деп айтамын. Иә, ойлайтын. Иә, сондай болдым. Иә, сондай болдым. Осылар ертең бізді бағады деп күйеуіме сөйтіп айтады. Бірақ менің күйеуім айтады, қуасың ба? Не істейін деп отырсың олардың бәрін? Ұстап, келіндердің бәрін недовольны болып, жібер бәрін дейді да, жібер бәрін деп. Менің күйеуімнің кішкене несі сол кезде ұнағаны, ол айтты. Ешқайсының қолына қарамаймын. Өзім үшін өмір сүремін, екеуміз өмір сүреміз деп, өзіміз үшін деп. Өз-өзімізді асырайтын, уже ниетті қараңыз, өз-өзімізді асырай аламыз ертең. Өзіміз үшін өмір сүреміз. Балдар да жібер дейді. Вот сол маған ұнаған позициясы. Мен де сосын соған жайлап көштім. Өзім мышлением өзгерсін, уже түсіндім да, балдардың біреуіміз тамау керек, жіберу керек. Әрқайсысы өзінің өмірінің қиыншылығын да, ащысын да, тұщысын да көру керек. Сосын ол уже осы өмірдің қиындықтарына төзімді болады да. Қашанғы ол баласын мәпелеп отырады бүйтіп, ойбай анам бүйтті ма, мынаны сөйтті ма деп, ол өмір бақи қасында болмайды ғой. Даже садикке жібергенде де сепарация жоқ аналардың балдар көп ауырады, мен айтайын. Иә. Көп ауырады. Бізде группада бір ана бар, балам деген аңдып жүреді, садиктің сыртынан аңдып жүреді даже баланы. Мен кетіп жатқанда көрдім, балам басына шапка кимепті. Содан кейін ол ауырып қалды деп, уже өзіне соны притягивать етеді да. Ол не істеп жүр, аңдып. Болды, садикке тапсырды, жібермей ма? Ойша аңдып, оны былай аңдып, оны жүрегін ауыртып жібермей ма? Болды ғой. Бала да соны күтіп тұрады. Бала да соны күтіп тұрады да, баланы сол уже ауру қылады. Өзі анасы өзі, негізі көбінесе мен баланың ауруымен көп ұмытқан адам ғой, психосоматиканы. Көбінесе аналар өздері ауыртады балдарын. Бала негізі 13 жасқа шейін манағы анасының эмоциональный байланыста. Ол өзінде ауру болмайды. Бала мысалы іші өтіп кетеді, анау деп ойламай ешқандай несі болса шындағанда солай болады. Егер осы ауырып қалады, күн тиіп қалуы мүмкін деген сияқты сенім болса, сол міндетті түрде болады. Себебі ол деген адам өз-өзін тартады, эмоционально 13 жасқа дейін бала деген анасының биополясында болады. Эмоционально сол анасының несін шығарады ғой. Егер де мысалға үйдегі бір кикілжің болса, үйде бір негатив болса, үйде айқай сылдырласа, сол жерде әйел адам эмоциясын ұстап қалса, тамағы баласы
мана мамасы болды ұстап қалды ғой, эмоциясын шығарған жоқ, айқайлаған жоқ, я жылаған жоқ, я жеткізген жоқ, ішіндегі тұрып қалған ренішін жеткізген жоқ. Соны баласы ауырып шығарады, я басқаша жолда шығарады. Қызулауы мүмкін. Қызулайды, иә. Қорқып қалса іші өтеді деген сияқты да. Мен де мана психосоматиканы оқып жүрмін бұрын. Қазір психосомат деген мамандық шығып жатыр жаңадан. Өте, я қазір өте востребованный мамандардың бірі. Өйткені мана біліп тұрық та, өйткені барлық ауру психологиядан, психикада жатқан. Адам өзін мына сендіру керек, жақсы ойлау керек деп үнемі айтамыз ғой, жақсы адамдармен араласу керек, манағы өзінің сондай дамытушы ортаң болып, сонда ғана адам керемет күйде жүреді. Мысалға тұңғиыққа мана уайымдап жүрген анадан не күтеміз біздер? Ешқандай. Иә, әйел адам тек өзінің ішкі күйіне жауапкершілікті болды, басқа ештеңеге жауапкершілік. Әйел адам бақытты болса, бүкіл әлем бақытты болады, отбасының берекесі болады. Әйел адамның бүкіл әлемді ұстап тұрып бесікті тербетеді, әлемді тербететін әйел адам. Әйел адам ішкі халі, ішкі күйі жақсы болса, бүкіл семьяда настроениесі жақсы болады. Пісірген тамағы да күшті болады. Әйелдің энергетикасының өзі ер адамды көптеген жетістіктерге жеткізеді, мен айтайын. Қазір әйел энергиясы деген тема өте күшті дамып барады ғой. Инстаграмда психологтардың любимый темасы даже мына ақшаны алып беретін сол энергия, ресурс. Мына үйдегі күйбен тіршілікпен жүрген әйел адамда не энергия болады, не ресурс болады, не тамақ пісірем, не берем дегенмен шектелетін. Проблемасы шектеу, не тамақ пісірем болды. Бар уайымы сол. Бар уайымы. Тамақ Маслоу деген психологтың манағы пирамидасы ғой, социальный, бытовой манағы проблемаға. Ол уровеньнен өтіп, егер де жоғары болатын болса, мана руханиға көтеріледі. Соның барлығы. Иә, рухани даму керек, мен айтайын. Ең бірінші рухани даму керек. Мына баланс болады ғой, әрбір ненің жалпы баланс болады да, мына финансы жақтан, денсаулық жақтан, спорт, келбет, манағы карьера жағынан, рухани жағынан, сол барлығы бір баланста болу керек та. Менікі енді барлығы бір күшті баланста деп айта алмаймын, менікі де хромайды, кішкене жаңағы не алып тұр, әлсіреп тұр. Бірақ мен балдарымның денсаулығын осы психология, психосоматика арқылы қазір бірде-бір доғдырға апармаймын, я бірде-бір үйде сироп та жоқ, дәрі де жоқ. Аптеканың дәрісінен арылдық, зависимый емеспіз. Ал қазір аптекаға барсаң, енді витамин үшін, я бір бинт үшін, бірдеме үшін барасың ғой. Ал баяғы өзім сияқты адамдарды, аналарды көремін да, нем жаңағыдай не қыламын, жаным ашиды. Білмейді олар, білместіктен ғой. Олар, мен кезінде сол көзім талмай соларды іздедім. Әрбір балам ауырған кезде мен жаныма батқанда мен іздедім ғой. Әрбір аурудың несін іздедім. Айналып келгенде оның барлығы әйел адамның анасының эмоциональный несіне, күйіне байланысты алдап қалады. Психологиясына байланысты. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, сіздерге тағы да қандай тақырыпта Сәулемен сұхбат өткізгенімді қалайсыздар? Төменгі комментарийға жаза кетіңіздер. Бізді толық қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса астына жаза кетіңіздер. Рахмет саған. Сізге де рахмет көп Сәуле. Осындай алтын уақытыңызды бөліп бізге осындай мен көрермендеріме сұхбат бар білгеніңізбен бөлісіп тек бала-шағаңыздың және де айналаңыз сізді бақытқа бөлеп жүре берсін. Иә, саған да рахмет. Мөлдір жалпы осы қай-қай қазақтың қай-қай әйелі де дамып өскенін қалаймын. Қай-қай әйелі де осылай дамып, YouTube каналын ашып, осындай мен сияқты үйде отырмын, былай жан-жақтан дамып жатырмын ғой, енді ізденіп, шаралар ұйымдастырамын әртүрлі. Бұйырса осы Құлсары қаласында тағы да үлкен спикер шақырып жатырмыз, блогер спикер. Сол шараға сені шақырамын, кел. Рахмет. Әйелдердің ешқашан үйде отырмау керек, келіңіздер, дамыңыздар, бәрі өзіңізге байланысты. Парақшасын төменге қалдырамын, Сәуленің парақшасына тіркеліп, жазылып, және де көкеңізде сұрақтарыңыз болса, Сәуле үнемі жауап беруге дайын. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Рахмет. Мабилов қызға да рахмет. Раушан рахмет. Офиске де рахмет.